Ұлытау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының міндетін атқарушы Саят Палмағанбетов пен облыстық білім басқармасының басшысы Сапура Төлекова бұқаралық спортты дамыту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жайын баяндады. Ведомствоаралық статистикалық есепке сәйкес өткен жылы облыста дене шынықтыру және спортпен айналысатын азаматтардың үлесі 33,1%-ті құраған. Бұл дегеніңіз аймақта 72.832 адам дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысады деген сөз. Балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде спорттың 43 түрі бойынша 6612 спортшы шұғылданады. Бүгінгі таңда Ұлытау облысының 52 спортшысы әр спорт түрі бойынша Қазақстан Республикасының құрама команда сапында өнер көрсетеді. 2022 жылдың маусым айынан бастап облыста 50-ге жуық спорттық бұқаралық шара өткізілген. Оның ішінде ескек есу мен байдаркадан Қазақстан Республикасының чемпионаты, дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының президенті Алихан Байменовтың жүлдесіне арналған тоғызқұмалақтан республикалық турнир, елімізде тұңғыш рет өткен ұлы дала жорығы атты республикалық марафон бәйгесі. Сонымен қатар облысымызда футбол спорт бойынша облыстық футбол федерациясы құрылды, волейбол федерациясы құрылды. Қазіргі уақытта федерациялардың құжаттарын заңдастырып, Қазақстан Республикасының ұлттық федерациясына тіркеу жұмыстары басталды. Өздеріңізге белгілі әлеуметтік желілерде біз жариялағандай Ұлытау Go атты таңғы жүгіріс пен велошеру және Жезқазған Сәтпаев қалаларында қала күні мерекелеріне арналған спорттық жарыстар, Жезді, Жайрем кенттерінде спорттың бірнеше түрінен ауқымды спорттық бұқаралық іс-шаралар өткізілді. Қазіргі күні облыста 49 мектепке дейінгі ұйым, 88 орта білім беру ұйымы және 14 кәсіптік және техникалық білім беру ұйымы жұмыс істейді. Мектепке дейінгі ұйымдарда 21 мыңнан аса бүлдіршіндер тәрбиеленуде. Мектептерде 40 мыңға жуық оқушы білім алып жатыр және колледждерде 6100-ден астам студент бар. Бұл ұйымдардағы дене шынықтыру пәні, дене шынықтыруды ұйымдастыру бұл әрине біздің оқу ағарту министрлігінің арнайы бұйрығымен бекітілген оқу жоспарына сәйкес іске асады. Және қазіргі күні білім беру ұйымдарында жалпы 300-ден артық дене шынықтыру пәнінің мұғалімі жұмыс істейтін болса, оның 270-ден артығы орта білім беру ұйымдарында, яғни мектептерде жұмыс істеп отыр. Мектептердің өзінде жұмыс істеп жатқан спорттық, мектеп шеңберінде ғана жұмыс істеп жатқан спорттық секциялармен қазіргі күні оқушылардың 10.100-ден артығы қамтылып отыр. Бұл мектептердегі мүмкіндіктерге байланысты және көптеген оқушылар мектептен тыс спорттық ол жеке меншікте болуы мүмкін. Ол жаңағы осы спорт басқармасы тарапынан ұйымдастырылып жатқан секциялар болуы мүмкін, соның барлығына қамтыла алады. Алдағы уақытта барлық спорт түрлерінен облыстық чемпионаттар, бокс, еркін күрес, грек-рим күресі, қазақ күресінен республикалық турнирлер тұрақты өткізіліп тұратын болады. Облыстық білім басқармасымен бірлесе отырып, барлық білім беретін мекемелерде шахмат клубтарын ашу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар қысқы жазғы спорт түрлерінен мүмкіндігі шектеулі жандар, мемлекеттік қызметшілер арасында облыстық спартакиада өткізу жоспарланып отыр. Айта кетейік, брифинг Дидар телеарнасының тікелей эфирінен өтті. Толық нұсқасын арна сайты мен YouTube желісіндегі парақшасынан көре аласыздар. Маржан Ғапсаттар, Сергей Майкович, Миржан Мырзахмет, Дидар телеарнасы.